2026 жылғы 23 тамыз күні сағат 20:00-де еліміздің барлық сайлау учаскелерінде дауыс беру аяқталды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, аймақтардағы комиссиялар сол сәттен берілген дауысты санауға кірісті. Заң нормаларына сәйкес бұл процесс басталған сәттен бастап 12 сағат ішінде аяқталуы тиіс. Жалпы республика бойынша 24 тамыз күні сағат 20:00-дегі жағдай бойынша 9.352.000-нан астам сайлаушы немесе тізімге енгізілген азаматтардың 74.19% бюллетень алған. Ең жоғары белсенділік Түркістан, Жетісу және Қызылорда облыстарында тіркелді. Аумақтық сайлау комиссиялары орталық сайлау комиссиясына электрондық байланыс арналары арқылы дауыс беру мен есептеудің алдын ала нәтижелері туралы мәліметтерді ұсынады. Орталық сайлау комиссиясы хабарлайды: Астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес сағат 20:00-дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысу мынаны құрады. Астана қаласы бойынша 51,67%, Абай облысы бойынша 81,41%, Ақмола облысы бойынша 82,69%, Ақтөбе облысы бойынша 88,30%, Алматы облысы бойынша 71,17%, Атырау облысы бойынша 70,74%, Батыс Қазақстан облысы бойынша 73,38%, Жамбыл облысы бойынша 85,18%, Жетісу облысы бойынша 91,19%, Қарағанды облысы бойынша 76,28%, Қостанай облысы бойынша 76,47%, Қызылорда облысы бойынша 90,75%, Маңғыстау облысы бойынша 71,38%, Павлодар облысы бойынша 71,20%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 77,31%, Түркістан облысы бойынша 92,16%, Ұлытау облысы бойынша 70,72%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 87,50%. Алматы қаласы бойынша 43,23%, және Шымкент қаласы бойынша 75,42%. Сағат 20:00-дегі жағдай бойынша 9.352.151 сайлаушы бюллетенді алған болатын. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 74,19%-ын құрады. Қазақстан Республикасы құрылтайына депутаттарды сайлау бойынша дауыс берудің алдын ала нәтижелері арнайы брифингте хабарланатын болады. Шетелдегі отандастарымыздың дауыс беру науқаны да өз уақытында аяқталды. Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетовтің айтуынша 61 мемлекетте құрылған 79 сайлау учаскесі жұмысын өз дәрежесінде атқарды. Шетелдегі учаскелерде дауыс беруді ақш-тың Сан-Франциско қаласындағы азаматтарымыз түйіндеді. Шет елдерде тіркелген 11.402 сайлаушылардың 6.007 адам дауыс берді. Шетелде дауыс беруді Америка Құрама Штаттарының Сан-Франциско қаласындағы отандастарымыз аяқтайды. Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру қорытындылары туралы шет елдердегі учаскелік сайлау комиссияларының хаттамалары дереу орталық сайлау комиссиясына жолданатын болады. Еске салайық, Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы бүгін 24 тамыз күні сағат 10:30-да құрылтай депутаттарының сайлаудағы дауыс берудің алдын ала нәтижелерін ресми түрде жариялайды. Брифингке ТМД байқаушылар миссиясының өкілдері де қатысады деп жоспарланған.